Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты. «Анау тағаны балам, ала жүр», деп. Бала әкесіне: «Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын?» деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетіне темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайрылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір талай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай, аяндап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Бірден соң бір шие, сонан біраз өткен соң тағы бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып, баласына шиені орамалмен беріп тұрып айтты: «Көрдің бе, мана тағаны жаман сынып, жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есінде болсын, аз жұмысты қиын сынсан, көп жұмысқа тап боласын. Азға қанағат ете білсен, көптен де құры боласын», деді әкесі.